Сәлем достар, сіздерге осындай әдемі гүлдің жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге ұсақ түрлі түсті осындай моншақтар мен жіңішке сым қажет. Сымға моншағымызды өткізіп, екінші бетін айқастыра отырып тоқимыз. 2-ден бастап 6-ға дейін, 8-ге дейін, 10-ға дейін тоқи берсеңіз де болады. Екі түсті моншақты араластыра отырып мен қазір жапырақша тоқитын болам. Мен бұл жерде 8-ге дейін тоқыдым, енді 8-ден төмен қарай 7, 6, 5, 4 деп солай тоқимыз. Неке жапырақшамыз дайын, енді осындай бірнеше жапырақшаны бір-біріне жалғайтын боламыз. Жапырақшамыздың арасын сыммен тоқитын боламыз. Гүлдің аналығы мен аталығы деген болады, соны бір-бірімен біріктіреміз. Көріп тұрғандарыңызды мінеки сымға моншақтарды өткізгенбіз. Гүлдің жан жағына әдемі болу үшін тағы да жапырақтарды орадым. Сонымен гүліміз дайын.